Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға майонезден жасалынатын топ 3 салатты ұсынғым келіп отыр. Бұл салаттар кез келген мейрамда дастарханыңыздың көркін ашатын салаттар болып табылады. Ең алғашқы жасалынатын салатымыз оливье. Одан кейін краб таяқшаларынан жасалынатын салат. Одан соң барып 40 қабаттан жасалынатын салатты бүгін сіздермен бірге жасайтын боламыз. Ендеше ең алғашқы салатымыз оливье салатымыздан бастаймыз. Басқа да шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнама жазылып қойыңыздар. Біздің салатымызға керекті заттар: картоп, сәбіз, тұздалған қияр, жұмыртқа, жасыл бұршақ және де колбаса. Ең алдымен барлық картопымызды өзімізге керекті формада турап аламыз. Картопымызды, сәбізімізді және де жұмыртқамызды алдын ала пісіріп аламыз. Картопымыз бен сәбізімізді тұздалған суда пісірген абзал. Туралған картопымызды тереңдеу ыдысқа саламыз. Барлық картопымызды турап болғаннан кейін артынша дәл осылай сәбізімізді, жұмыртқамызды, тұздалған қиярымызды және де колбасамызды турап аламыз. Туралатын заттарымыздың барлығын турап болдық. Енді үстіне жасыл бұршағымызды саламыз. Енді үстіне майонез саламыз. Салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Майонездің көлемі әр адамның өз қалауы бойынша қосылады. Салатымызға тұз қоспаймын, себебі тұздалған қияр ішіне көптеу салынды. Біздің салатымыз дайын. Өзімізге керекті ыдысқа салып, дастарханымызға ұсынамыз. Рецепт ұнаса, лайк басып, арнама жазылып қойыңыздар. Екінші салатымыз краб таяқшаларынан жасалынатын салат. Салатымызды дайындауды бастамас бұрын арнама шығатын басқа да видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып, жазылып қойыңыздар. Салатымызға қосатын қоспаларымыз: консервідегі жүгері, краб таяқшалары, 4 жұмыртқа, колбаса
және қияр. Барлық мөлшерін описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен краб таяқшаларымызды майдалап турап аламыз. Барлық краб таяқшаларын турап біттік. Енді туралған краб таяқшаларын өзімізге керекті ыдысқа салып қоямыз. Тереңдеу ыдыс пайдаланғанымыз абзал, өйткені барлық туралған затымызды осы ыдысқа салып, ең соңында араластырамыз. Енді жұмыртқаларымызды турауға кірісеміз. Жұмыртқамызды да дәл краб таяқшалары сияқты өте майда қылып, барлығын бірдей қылып турап аламыз. Барлық жұмыртқамыз туралып бітті. Енді бұны да краб таяқшасы салынған ыдысқа салып қоямыз. Келесі кезекте қиярымызды тураймыз. Қиярымыз біздің үлкен болғандықтан, оны екіге бөліп аламыз. Екіге бөлеміз де дәл краб таяқшалары сияқты жұмыртқамыз секілді бұны да майдалап турап аламыз. Барлық қиярымыз туралып бітті. Енді бұны да керекті ыдысымызға салып қоямыз. Енді колбасамызды турауға көшеміз. Оны да майдалап, жұқалап турап аламыз. Барлық колбасамыз туралып бітті. Енді бұны да қиярымыз, жұмыртқамыз және краб таяқшасы салынған ыдысқа саламыз. Оның үстіне консервідегі жүгерімізді саламыз және де жарты шай қасық тұз саламыз. Енді салатымызға өз қалауларыңыз бойынша майонез салып, жақсылап араластырамыз.
Біздің салатымыз дайын. Енді дайын болған салатымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Салатымыз дайын. Енді салатымызды өздерімізге керекті ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Рецепт ұнаса, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Үшінші салат – 40 қабаттан жасалынатын салат. Жаңадан шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнама жазылып қойыңыздар. Салатымызға керекті барлық заттарды описание бөлімінен таба аласыздар. Ең алдымен капустамызды турап аламыз. Капустамызды турап болғаннан кейін оның үстіне шамалы тұз сеуіп, капустамызды жұмсартып аламыз. Жұмсарған капустамыздың үстіне огурцымызды турап саламыз. Оның үстіне консервадағы жүгерімізді саламыз. Үстіне майонез жағып, кішкене тұз сеуіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болдық. Салатымыз дайын. Керекті ыдысымызға салып, дастарханға ұсынамыз. Рецепт ұнаса лайк басып, арнама жазыламыз. Ас болсын.